Қазақтың ұлы даласы ғасырлар бойы батырларды дүниеге әкелді. Солардың бірі Шанышқылы Бердіқожа батыр. Ол жоңғарларға қарсы соғыста алдыңғы қатарда жүрді. Абылай хан онсыз кеңес бастамаған. Қабанбай батырға өзінің ақбоз тұлпарын сыйлап, оны қоршаудан құтқарған. Қытайдың 40 мыңдық әскермен соғысып, қазақ жерін қорғаған. Қырғыздардың опасыздығынан қаза тапты, бірақ қазақ батырлары Бердіқожа батыр үшін кегін қайтарды. Бұл аңызға айналған оқиғалар туралы толық білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Туған жері мен балалық шағы. Бердіқожа батыр шамамен 1708 жылы Өзбекстанның Ташкент облысындағы Шыршық өзенінің бойында Жұдырық елді мекенінде дүниеге келген. Оның әкесі аңшы Арық мерген, өз заманында аузы дуалы шешен әрі сүрмерген болған. Жастайынан әкесінің жанында жүріп, жекпе-жек өнерін, садақ ату, найзаласу, әскери тактикаларды меңгерді. Жас кезінен ақ ерекше батылдығымен көзге түсіп, руының қорғаушысына айналды. Қазақ-жоңғар соғыстарындағы рөлі. Аңырақай шайқасы. 1729 жылы 300-дің жасақтары бірігіп, жоңғарларға қарсы шықты. Бұл шайқаста Бердіқожа Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай батырлармен бірге алдыңғы шепте болды. Жаудың әскерін күтпеген жерден бөліп тастап, жеңіске жету үшін арнайы әскери тактикалар қолданды. Қабанбай батырға көмегі. Бір шайқаста Қабанбай батыр жау қоршауында қалады. Оның тұлпары жараланып, шайқас алаңынан шыға алмай қалады. Осы кезде Бердіқожа ақбоз тұлпарымен келіп, Қабанбайды құтқарады. Өзінің сүйікті тұлпарын Қабанбайға береді. Саған бұл тұлпар керек, қазақ даласына сен әлі де керексің. Бұл оқиға қазақ батырларының бір-біріне деген адалдығының белгісі ретінде тарихта қалды. Цин империясымен соғыс және Қазақ-Қытай бейбіт келісімі. 1757-1760 жылдары жоңғар хандығы құлағаннан кейін қазақ жеріне жаңа қауіп Цин империясы төнді. Цин империясы 40 мың әскермен қазақ даласына шабуыл жасады. Қазақтар Абылай ханның басшылығымен үлкен қарсылық көрсетті, ал Бердіқожа батыр алдыңғы қатарда жүрді. Шайқас бірнеше айға созылды, қазақ сарбаздары жауды бірнеше рет тойтарды. Ақырында қазақтар мен Қытай арасында бейбіт келісім жасалып, қазақ жерінің тәуелсіздігі сақталып қалды. Бердіқожаның қазасы. Қазақ-қырғыз арасындағы қақтығыстар кезінде Бердіқожа қырғыз билерімен келіссөзге аттанады. Ол небәрі бірнеше жауынгермен барады, ал қырғыздар оны қулықпен жасырын бекініске алып келеді. Орман ішіндегі қапыда жасалған шабуылда оны 80-ге жуық қырғыз сарбазы қоршап алады. Бердіқожа және оның сарбаздары соңына дейін күреседі, бірақ саны басым жауға төтеп бере алмайды. Оны қырғыздар опасыздықпен өлтіреді. Қазақтардың кек қайтаруы. Бердіқожаның өлімі туралы хабар жеткенде, Абылай хан ашуланып, қырғыздарға қарсы үлкен жорық ұйымдастырады. Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай бастаған қазақ әскері қырғыз жеріне шабуыл жасайды. Қазақ әскері қырғыз бекіністерін талқандап, Бердіқожаның кегін қайтарады. Бұл шайқас қырғыздарды қазақ жеріне шабуыл жасамауға мәжбүр етті. Бердіқожаның есімі ел есінде мәңгі қалды. Мұрасы және батырдың рухы. Бүгінде Бердіқожа батырдың есімі мәңгілік ұлт жадында сақталуда. Оның есімімен көшелер, ауылдар аталған, тарихи еңбектерде оның ерліктері баяндалады. Оның батырлығы бүгінгі қазақ жастары үшін үлкен үлгі. Қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күрескендердің бірі ретінде оның ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Шанышқылы Бердіқожа батыр қазақ халқының даңқты жауынгерлерінің бірі. Оның ерлігі, даналығы, қайсарлығы ешқашан ұмытылмайды. Егер сізге бұл видео ұнаса, лайк басып арнамызға жазылыңыз. Қазақ тарихының ұлы тұлғаларын бірге зерттейік.